Сәлем достар, бүгін қысқа арнап лечо салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, тәтті болгар бұрышы, пияз және сәбіз қажет. Ал ішіне қосатын қоспаларымыз түйіршіктелген қара бұрыш, тұз қажет болады, сұйық май қажет, лавр жапырағы қажет болады және қант қажет. Бірінші біз қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп алдық. Сәбізімізді үккіштен өткіздік және пиязымызды турап, болгар тәтті бұрышымызды майдалап турап алдық. Енді осы заттарымыздың барлығын қуыратын боламыз. Біздің қызанақтар осылай қайнап бастаған кезде сәбізін ақырындап саламыз. Қызанақтың үстіне сәбізімізді қосқаннан кейін сәбіз бен қызанақ 5 минуттай қайнау керек. Біздің массамыз қайнап жатыр. Осы массамыздың үстіне пиязымызды, бұрышымызды және тұзымызды және қантымызды қосамыз үстіне. Соңында сұйық майымызды қосамыз. Араластырамыз. Соңында тәтті болгар бұрышымызды қосып араластырамыз. Болгар тәтті бұрышын салғаннан кейін отымыздың астын жай қойып, қазанымыздың крышкасын жауып, жарты сағатқа қайнауға жібереміз. Біздің салатымыз қайнап дайын болды. Енді банкаларымызды дайындаймыз. Енді астын өшіріп, банкаларымызға құятын боламыз. Салатымызды енді банкамызға құямыз. Біздің лечо салатымыз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.